Егер сіздің желкеңіз тырысып ауыратын болса, ауру сезімі жауырынға қарата, қолыңызға қарата берілетін болса, мен сізге үй жағдайында жасайтын сама массаж көрсететін боламын. Яғни өз-өзіңізге массаж жасау арқылы сіз қолға келетін жауырын артына қарата баратын плечевое сплетениені босатып, қан айналымын жақсартатын боласыз. Ол үшін не істейсіз? Ол үшін мына жерден үлкен бұлшық тауып аламыз. Стernocleidomastoideus деп аталады латынша. Осы бұлшықтың артқы жағына сіз қолыңызды осылай жасайсыз. Массажды 4 саусағыңызбен бірге жасайсыз, бұғанаға дейін және құлақтың артына дейін. Және параллельно мына трапециевидная мышца дейді, оны үлкен бұлшық, соның алдыңғы жағымен құлақтың артына дейін осылай массаж жасаймыз. Осылай 2 минут жасаймыз. Бір жаққа 2 минут, екінші жаққа 2 минут. Содан кейін артынан растяжка жасаймыз. Растяжка жасау үшін сіз мойныңызды осылай бір жаққа қаратып созасыз. Созған кезінде бұлшықеттер ашылады, мына жердегі нерв, қысылған нерв босай бастайды. Осылай 1 минут жасаймыз, және де екінші жаққа 1 минут жасайсыз. Осы растяжкамен массажды жасағаннан кейін артынша бір жылы нәрсе қойып қойсаңыз болады, немесе жылы душ қабылдасаңыздар болады. Содан кейін ұйықтап тұратын болсаңыз, ертесі күні сіздің қолыңыздағы ұю сезімі, ауру сезімі желкеңіздің тұсындағы барлық қайту керек. Және де осы видеоны желкесі ауыратын, қолдар ұйитын адамдармен бөлісіңіз.